Енді бешбармақты суда пісірмей, бұқтырып пісіріп көріңіздер. Сонда сіздің тағамдарыңыз өте дәмді болып шығады. Еттеріңіз тура тушенка сияқты болып шығады. Алдымен етті турап алғаннан кейін үстінен тұз, бұрыш және зирамен осындай чеснок қосасыздар. Араластырып табаға саламыз. Оның үстінен туралған пиязымызды саламыз. Үстінен сары май саламыз. Оның үстінен пергамент қағазын жауып, қақпағын жауып 10 минут қатты отта 2 сағат баяу отта пісіреміз. Мен қамырмен жасайтын кез келген тағамыма осы киімидің жаймаларын қолданамын. Киімидің жаймалары езілмей, жыртылмай піседі және сап-сары тура үйдегі қамыр жайғандай болып шығады. Қайнап тұрған суға қамырды саламыз, 10 минуттай тағы пісіріп аламыз. Осымен біздің тағамымыз дайын. Міне қамырды көріп тұрсаңыздар, сап-сары болып шыққан. Осылай етімізді үстінен саламыз. Және де біз етті пісіріп алған кезде соның кішкене майынан алдын ала қамырға салып араластырып алыңыздар. Еттің дәмі тура тушенка сияқты дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса парақшама